Бүгінгі қарастырылатын тақырып нысаналы оқыту технологиясы. Сонымен, бүгінгі күні еліміздің білім беру саласында ірі өзгерістер дүниеге келіп, білім берудің дүниежүзілік жаңа сатысына көтерілу кезінде түрлі реформалар жасалуда. Оқыту формасы бұрынғы білім беруді ғана негіз етіп, дәстүрлі оқыту формасынан жеке тұлғаны қалыптастыру формасындағы сапалы оқыту жүйесіне өзгерді. Оқыту барысы зерттеп, үйрену, іс-әрекетін басты форма етіп отыр. Іс-әрекет барысында өзін-өзі басқару мен өзара әсерлесіп үйренуді іске асыру ерекшелігіне ие болды. Мұғалім оқыту мақсатына жету үшін оқулықты жеті түсіну негізінде оқыту іс-әрекетін мұқият жоспарлауға көшті және оқушыларды зерттеп, үйренуге ұйымдастырудың алуан түрлі әдістерін қолдануда. Бірақ барлық мұғалімді ортақ оқыту технологиясы болмағандықтан, оқытуда бір келкілік сақталмай отырғаны жасырын емес. Сондықтан қазіргі сыныптық оқыту үйлесетін оқушыларды зерттеп үйренуге ұйымдастыруға икемді. Нысаналы оқыту технологиясы бүгінгі күнде дүниежүзі бойынша тәлім-тәрбие саласында орасан зор ықпал көрсетіп отырған технологиялардың бірі. Қазірде бұны ақш, Жапон, Қытай сынды көптеген дамыған елдер өздерінің білім беру саласында кеңінен қолданады. Нысаналы оқыту технологиясы ақш педагог және психолог Блумның тәлім-тәрбие нысанасын түрге бөлу теориясы мен игеріп оқу теориясы негізінде қорытындыланып жасалған. Анығырақ айтқанда, нысаналы оқыту дегеніміз оқыту мазмұнын нысаналандыру, жүйелендіру, ғылымиландыру және оны игерудің әдіс тәсілдерін жүзеге асыру. Сол арқылы оқыту сапасын жан-жақты көтеру мақсатына жету деген сөз. Нысаналы оқыту теориялық жақтан түсіну үшін Блумның тәлім-тәрбие нысанасын түрге бөлу теориясы мен игеріп оқу теориясына қысқаша тоқтала кеткен жөн. Сонымен, тәлім-тәрбие нысанасын түрге бөлу теориясы. Адам өмірінде істелуге тиісті қандай бір жұмыс, ол үлкен болмасын, кіші болмасын, қандай да бір нысанаға жетуді көздейтін ақиқат. Дәл сол секілді оқыту жұмысы да белгілі оқыту нысанасына жетуді мақсат ететін шындық. Екінші сөзбен айтқанда, оқыту жұмысы өзі тәрбиелеп отырған оқушының болашақта қандай жетістікке жетуін, қандай адам болу керектігін алдын ала анықтап алу қажет. Осы тұрғыдан келіп, оқыту нысанасын Блум таным саласындағы нысана, сана-сезім саласындағы нысана және әрекет шеберлігі, яғни қабілет саласындағы нысана деп үш салаға бөлді. Таным саласындағы нысана дегеніміз оқушының үйренген білімін есте сақтау және қайталау барысындағы ақыл-парасат пен қабілеттің қалыптасу нысанасын, яғни білім алу мен қабілетті дамыту жағындағы нысананы көрсетеді. Сана-сезім саласындағы нысананы қызығушылық, мінез, құндылық көзқарасы, сондай-ақ бейімділік қабілеті жағындағы нысананы, яғни ақыл-парасатқа жатпайтын факторлар жағындағы нысананы көрсетеді. Іс-әрекет шеберлігі саласындағы нысана дегеніміз меңгеру және әрекет шеберлігі жағындағы нысананы көрсетеді. Блумның еңбегі оның оқыту нысанасының белгілі өлшем бойынша тәртіпті түрлі жүйелеп, айқындық пен жүйелілік қалыптастыруынан көрінеді. Ол бұны ақштың тәлім-тәрбиесіне мұқият зерттеу жүргізу арқылы қол жеткізді. Әрі бұл еңбегі Блумның
әлемдегі атағын да асқақтата түсті. Бұрын жұрт бір адамның үйрену жағдайын тексергенде оның тек алған біліміне ғана назар аударатын. Ал Блумның таным саласындағы нысанасы 5 жақты, яғни түсіну, қолдау, талдау, жинақтау, бағалау нысаналарын қамтиды. Яғни оқушылардың әртүрлі қабілеттерін жетілдіру нысанасын алға қояды. Сондықтан қазіргі кезде бүкіл дүние жүзінің білім беру саласы осы көзқарасты ұстанып, оқушылардың қабілетін жан-жақты тәрбиелеуді дәріптеп келеді. Білім теориясы оқушыны бағалаудың ортақ мойындалған өлшемін де ортаға қояды. Бұл өлшем мұғалімдердің өзара тәжірибе алмасу қызметі мен бағалау қызметін де алға бастырады. Сөйтіп, бағалаудың айқын нысанасы орнатылды. Блумның таным саласындағы оқыту нысанасы бүгінгі күні көптеген елде оқытуды бағалау мен оқулық жасаудың негізгі ірге тасына айналды. Екінші ол игеріп оқу теориясы. Игеріп оқу теориясы дегеніміз сыныптық оқыту кезінде үздіксіз кері байланысқа шығу және дер кезінде түзету жасау, оқушыларға қажетті үйрену уақытын беру және көмектер көрсетіп отыру, сол арқылы көп санды оқушылардың оқулық нысанасы белгілеген өлшемге жету тұрғысындағы теория болып табылады. Бұл өз ішіне екі мазмұнды қамтиды. Біріншісі, оқыту мен оқуда үміткерлік сезімін туғызу. Екіншісі, оқытудың өнімді түрде дербестендіріп, көп санды оқушылардың жақсы үйренуіне көмектесу. Игеріп оқу теориясы өте өнімді оқыту тәсілі болып саналады. Оның ең өзекті мәселесі көп санды оқушылардың айтарлықтай үйрету нәтижесіне жете алмауын, олардың ақыл парасат жағындағы кемістігінен емес, қайта өз ерекшеліктеріне сай келетін үйрену уақыты мен оқыту көмегінің жетіспеуінен болады. Егер мектеп оларды лайықты үйрету шарт жағдайымен қамтамасыз ете алғаны, көп басынды оқушылар оқытқан нәрселерді игере алады. Оқытудың міндеті тек қана оқушыларға оққан пәнін игеру, қажетті материалдармен қамтамасыз ету деп қарайды. Игеріп оқу теориясының іс жүзіндегі маңызын мынандай бірнеше жақтардан көруге болады. Бірінші, мұғалімнің оқушы үйретуіндегі көмекші күшін сезінуіне мүмкіндік береді. Әрбір оқушыны жақсы оқи алатындығына сендіреді. Мұғалім де оқыту үміті, оқушы да оқу сенімі болады. Екінші, игеріп оқытудың сәтті болу-болмауы оның кері байланыс пен толықтыру барыстарының сәтті орындалмауына байланысты. Блум дәстүрлі сыныптық оқытудағы ең басты қайшылық бір тұтас оқыту мен және қателік арасындағы қайшылық. Бұл қайшылық кей оқушылардың үйрену қызығушылығын жояды. Ал дербес оқытудағы дер кезінде кері байланыс орнату, толықтыру, үйренуді дұрыс жолға салуды сыныптағы оқытуға шеберлікпен қолданса, қызықты оқыту ортасы қалыптасып, біліміне қарай оқыту, барлық оқушыны негізге алу сынды көзқарасты іске асырып, оқыту сапасын жан-жақты көтеруге жол ашады деп санайды. Игеріп оқу тәлім тәрбие нысанасын түрге бөлу теориясы анықтаған оқыту нысанасына сай жүргізіледі. Бұл мұғалімнің оқытудағы сұрақ қою, түсіндіру, жаттығу орындау, тексеру жүргізу барысындағы білім мен біліктік қатынасын толық меңгеруге, қателіктерден сақтануға немесе түзетуге, оқушылардың ұқсамаған сатыдағы үйрену өрісіне жетуіне пайдасын тигізеді.